Плацента деген не? Жалпы, ол жүктілікке қандай қатысы бар, ненің асқынуы қалай, қашан бұл бізде дамып бітеді. Плацента бізде максималды 16 аптаға дейін дамып бітеді. Яғни 16 аптаға дейін сізде токсикоз болуы мүмкін, 16 аптадан қанды выделение болуы мүмкін. Конечно, это не норма. Ең қорқынышы плацента осы марттың мойнында орналасса. Неге? Толғақ кезінде бізде бала емес, бірінші плацента бөлініп кетуі мүмкін. Естественно, бала бірінші бөлінбесе, онда оған зиян, яғни плацента бөлінгеннен кейін бала демала алмай қалатыны бәрімізге белгілі, да? Плацента не үшін ажырап кетеді? Есіңізде болсын, біріншіден сіз ал ертең ажыраған қайдан білесіз? Сізде бірден резко қан кету болады. Қайырлы күн, менің сұлу оқырмандарым. Бүгін сіздерге жалпы плацента туралы сөйлесейік. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Плацента деген не? Жалпы, ол жүктілікке қандай қатысы бар, не арқылы жүреді, сіз одан не күтуге болады, оның асқынуы қалай, қашан бұл бізде дамып бітеді. Дәл осы туралы толық ақпарат білгіңіз келетін болса, не істейміз? Әрине, лайк басып, маған подписаться етуді ұмытып кетпеңіз. Мына жерде 3 точканы басатын болсаңыз, уведомлениенің үстін басып қойсаңыз, постоянно менен келген видеоны бірінші сіз көруге себепкер боласыз. Видеоны достарыңызбен тарата отырыңыз, жалғыз өзіңіз көрмеңіз. Себебі бұл сіздің жақындарыңызға міндетті түрде керек болуы мүмкін. Ендеше, плацента мына біздің жатырдың үстінде тұрған плацента. Мына плацента деген сол. Одан кейін плацентадан ұзын екі жіп өседі, сол екі жіп арқылы бала дамып өсіп отырады, яғни баланы асырап отырады. Ол екі жіптің ішінде бар тамырлар бар, артерия және вена болады. Олар деседі, екі вена, бір артерия балаға оттегін әкеледі, көмірқышқылын кетіп шығарып отырады. Сол зәрді сол арқылы тасымалданып отырады. Міне. Енді мына плацента өздігінен бір алланың құдіретінен мынау жатырда бір түйін пайда болады, үлкен көлемде өтеді, 6-7 см болуы мүмкін. Осы үлкен, прям туған кезде қарасаңыз, осындай бір зат түседі, үлкендігі осындай. Сол зат біздің жатырға осыдан жабысады, яғни срок өскен сайын ол өсе бастайды. Осы плацента мына жатыр екеуі жабысу үшін арасында мынандай тамырлар болады. Дәл өйстіп тамырлар арқылы бір-бірімен байланысады. Бұл плацента бізде максималды 16 аптаға дейін дамып бітеді. Яғни 16 аптаға дейін сізде токсикоз болуы мүмкін, 16 аптадан қанды выделение болуы мүмкін. Конечно, это не норма. Сіз оған, как положено, витаминотерапия, емдеріңізді аласыз, но асқындырып алмауыңыз керек. Осы екеуі әдемеленіп біткеннен кейін плацентаға зиян келмейді. Сонымен қатар плацента бізде былай орналасуы мүмкін. Мынау біздің жатырымыз болатын болса, например, осы жатырдың ішінде мынау біздің жатыр мойнымыз ғой. Плацента именно осы жатырдың мойны осыдан орналасуы мүмкін. Бұл полное предложение плаценты. Бұл кезде уже бізге қиындық тудырады. Немесе жатырдың да жанында орналасып, бұл бізде жақсы қорқынышты емес, арт жағында. Ең қорқынышы плацента осы марттың мойнында орналасса. Неге? Себебі постоянно қанды выделение болуы мүмкін. Сонымен қатар толғақ кезінде бізде бала емес, бірінші плацента бөлініп кетуі мүмкін. Естественно, бала бірінші бөлінбесе, онда оған зиян, яғни плацента бөлінгеннен кейін бала демала алмай қалатыны бәрімізге белгілі, да? Енді плацента не үшін ажырап кетеді? Есіңізде болсын, біріншіден сізде ісіну, давление, инфекция, особенно вирустар, сонымен қатар, и плюс ол сізде элементарно анемия. Соның әсерінен плацента ерте ажырап кетуі мүмкін. Ал ерте ажыраған қайдан білесіз? Сізде бірден резко қан кету болады, и бірден талып қалу, ауырсыну, сондай сезім пайда болады. Сондықтан плацентаны ажырап кетпеу үшін әр әйел өзінің денсаулығының құндылығын білу керек. Ерінбей анализін тапсырып отыру керек. Менде анемия, ничего страшного деген сияқты нәрсе болмайды. Міндетті түрде витаминдерді ішу, тем более мына біздің заманда. Қазір бізде оригинал ештеңе жоқ. Элементарно алманың өзі бізде қазір дәрімен жатыр, химикатпен жатыр. Қайдағы оның ішінде витаминдар. Сондықтан да сіз міндетті түрде витаминдеріңізді ішесіз. Алдыңғы видеода сізге айтқан болатын, міндетті түрде D3 кальцийларыңызды ішіңіздер, міндетті түрде бұл да бізде. Сонымен қатар денсаулығыңызды күтіңіз. Ауырсыну бола ма? Үйде жатпаймыз, это нормально демейміз, қанды выделение, ой, это все нормально деген нәрсе жоқ, сразу гинекологқа барып наблюдениесінде боламыз. Ендеше барлықтарыңызға үлкен рахмет, ақпарат тиімді болды деген ойдамын.